Сталинград ағы шалызы Илбек адашаның иң килкім шалызығларының бірсі. Анды прай 2 миллион жекізі араласқан. Танктар, самолеттар мұңардан саналған. Шалызық үзігі шоқ 200 күн пазы қара барған. Үржі совет чайжыларын Волга суға қызы базып, аның андар шол аспаларға иткен. Че аның ізінізі толбан. Ол қазір күнерге шардылған урок Бондарев алдағы библиотеканың кіші қығыржыларына иштірілді. Апырғананы библиотекар Нина Богатырева. Олығыз қызжақтар шоқты бір сөсте иштірбен искенер. Ол уға қынық темнелген. Көп сом, кинохроника кадрлары көзілген. Олғыныр гората барған қазір шалызалардың ар, матыр шайжылардың ар, снайперлердің ер біліп алғанар. Павловтың тұрозын мақышылар үржа пербин илік 8 күн тұтқанар. Библиотекада қығырыжыларға книгалар көзде темнел барған. Ол ұрықы керектердің ер хос литература пазы кереші пішіктер бастыра біліпаларға шәрир. Шұғынжақ ағыры тарыпсқанда прай культура учреждениялері 9 оңдайын алыстырыпсқанар. 10 ай библиотекарлар шоннан социальный балғалыстар бастыра тоғынғанар. Ағырық салы амырапсқанда 9 иргі оңдайға айланша. Бондаревтегі библиотекада олғанар бастаға мероприятие шылыстылар. 1940 жылда 2 февральда Сталинградтағы шалызы Совет войсколарының шеңізінен тозылған. 330 мың чажылық немец фашист армиясы саңай ұнады сабылған. 300 мыңға шаған кізі пленге алалған. Бұл шеңіз Илбек адашаның тексі сөрезіне салымны қозым иткен. 2 февраль Россияда ша сабынызынан күні тұптанықтылша. Сталинградқа, амғы түсті Волгоградқа матер город ат берілген. Совет чайжыларының мақашызына Мамаев көргенінде келкім хомыртқы комплекс бүдірілген. Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков, хабарларға.